атынан ат үркейтін қанды көйлек жолдасым Бөгенбайдай батырды жол серік еттім. Ал өзің болсаң, қарақылды қақ жарған тек тәкенің қанымен, ананың ақ сүтімен, адалдықпен, әділдік бойына дарған дуалы ауыз қазақтың қаз дауысты қазбек биі. Өзіңнен өткен жұманың таң сәрісінде көрген түсімді жорып беруді сұраймын. Барша қазақтың басын қосқан жерін Түркістанға келіп, түсімді жортқаның ол түстің тегін болмаған. Ай, зейін салып тыңдап, жақсылыққа жорыну. Бұл түс пе? Жоқ, аянба. Тайға таңба басқандай анық көрді. Қазақ даласының аспанына келет қара бұлт үйіріліп, күннің көзі көрінбей қалды. Қатты соққан дауылдан киіз үйлеріміз төңкеріліп, даламыз у-шу. Тек осы Яссауи бабамыздың ошағынан от сөнбеген екен деймін. Жерімізді түсі суық, реңінен адам тайсалатын бір айдағар жайпап келеді. Қасында қазақтың барша батырлары түгел жиналған. Бәріміз қолымыздағы найзамен айдақарды жан жағынан түйреудеміз. Кенет аспан бірден шайдай ашылып, арайланған күннің астында үлкен бүркіт оқтай зулап, тура ұшқан бойы әлгі айдақарды бүріп алады. Айдақар майда жыланға, кесірткеге айналып, бәріміз от сөнбеген бабамыздың отынан қолымызға от алып, әлгі жылан мен кесірткелерді күйдіріп, жерімізден қуып шығарды. Сонан соң Түркістандағы Күлтөбенің басында үлкен жиын өтуде екен деймін. 300-дің биі, батырлары жиналған. Кенет осы кесенеден ақ киім киген қасында көк бөрі арланы бар Яссауи бабам маған қарап тіл қатты. Бисмилля деп баян еттім, хикмет айттым. Сөзді айттым, кімдерге етсе тола. Жанды шалда, қайғы шегіп, қандар жұтып. Ашық сөйлеп, жақын жанды жалға бала. Ғарып, пақыр, жетімдердің басын сипап. Қайда жүрсем, көңілі жұмсақ сыпайы болдым. Көре қалсам мүсәпірді дәмдес болдым. Мәшәр күні құзырына жақын болдым. Ей қазақтың ханы Абылай, алма маңдайына сор мен бақты қатар жазыпты. Соған басы қосылмаған елің болса, бағың, басын біріктірген сол елің. Тура жол исламда, Құдай жолы Құранда, қара шаңырақ қазаққа. Ұрпағыңа аманат, түркінің күші бірлікте. Деп көзден ғайып болды. Бұл түсімді қалай жорисың, қазбек биім? Алла саған аян беріпті. Аспанымызды қара бұлт басып, жерімізді айдақар жауласа, ол қазіргі қас жауын жоңғар. Бұйыртса, қазақ жерін бірліктің, татулықтың арқасында жаудан азат етіп, ата жауын жоңғарды кесірткедей қуасың. Аспандағы алып бүркіт, ол азаттықтың,
erkinliktin belgisi. Vayımdama, büyürtsa, orpağın erkin ömür sürüp, hiç kimge jalbaqtamaydın, ümitsiz el bolan. Al, Yassavi babanın kasındağı kökbörü arlan, ol senin tübü ekeninde tanıtadı. Baban sağal batasın bergen eken, kara şavrakka kazak, iye bolup kaladı. Mene Xana Ablay, senin tüsünde men osay joraydım. Әумин, айтқаның айнымай келсін дуалауыз, тасбек бейім. Ал, өзіңнен әумин деп бата сұрайын. Ва қазақ, маңайың аққан бұлақ болсын, әр күнің қызақ шуақ болсын, жер анан жайлың тұрақ болсын, жомарттың қолын берсін, судың тұнығын берсін, даланың кеңдігін берсін, ақынның өрлігін берсін, ұрпағың арлы болсын, аспаның ашық болсын, кең байтақ жеріңді қорғайтын батырың болсын, бірлігі жарасқан елің aman bolsun. Hevmin Allahu Ekber. Al endi kesenenin işine girip Yassavi babamızga arnayı Kur'an bağışlayık. Han Ablay, basta özün. Hürmetli konaklar, bärinizi işe kirip, ekskursiya tыңдауыңызды шақырамыз. Yürüdü ikimizde. Mineki dostlar, bizde muzey tünü. Bugün muzey tünü. Mineki qarangizlar, qancha adam kelgan. Şurada.